Ассаламу алейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Жотам, қалайсыңдар жігіттер? Менде ұзақ уақыт бойы видео шықпай кетті. Енді видеоны осылай арасында шығарып тұрамын, өйткені уақыт жоқ. Мен бүгін сендерге қалай осы стиль боя Sanguine Art деген стиль боя, оның шыққанына ровно 1 жыл болды. Осы Sanguine Art'ты қалай алуды үйрететін боламын. Ал кеттік. Ал сендерге ең бірінші Dickie Octopus деген островқа барасыңдар. Dickie Octopus. Осы островты барлықтарың білесіңдер деп ойлаймын. Бұл остров негізі тура осыдан 1 жыл бұрын шыққан остров, новыйдан шыққан. Енді сендер Sanguine Art'ты уже 1 жылдың ішінде алғандарың да бар, алмағандарың да бар. Енді мен сендерге қалай алуды үйретемін, білмейтіндер болса, осы островқа келесіңдер. Сендер одан кейін осының үстіне шығасыңдар, осы островтың төбесіне. Одан кейін осы жерде Spy деген NPC бар. Осы Spy деген NPC сендерге информация сатады. Leviathan серверде бар ма или жоқ па, соның информациясын сатады. Если Leviathan серверде болмаса, сендер осы Quest деген кнопканы басып сатып аласыңдар. 1500 фрагменттен сендер құрта беріп, 15 000 фрагмент құртасыңдар, и сендерге осындай Leviathan is here, Leviathan тут, иди охотись, деген жазу шығады. Сол жазу шыққан кезде уже сендер осы бетке өтесіңдер, осындай кішкентай тесікпен өтетін жаққа. Осы жаққа келесіңдер да, сендер Leviathanның өзінің жеке кораблі бар. Осындай Leviathanның кораблі бар. Beast Hunter деген, ол 5000 осындай не тұрады. Сендер бұны естисеңдерде бар болса, сендер осымен барасыңдар. Если сендерде бұл жоқ болса, онда команда іздейсіңдер. Кімде осындай Leviathanның лодкасы бар, осы Beast Hunter кімде бар, сонымен бірге барасыңдар сендер. Дальше сендер осылай корабльге 5 адам керек сендерге. Біз қазір 3 адам болып, примерно көрсетдім мен сендерге қалай баратын. Негізі біз 3 адамның ішінде шықпайды, минимум 5 адам керек. Минимум 5 адам, максимумда негізі көп адам кете береді, 12 адамға шейін. Негізі 5 адам жинасаңдар жетеді. 5 адамның барлығында сендерде КД болмау керек. КД деген перезарядка. Сендер Leviathanға бір рет барсаңдар, сендерде перезарядка болып қалады. Ол перезарядканы сендер кетіру үшін 5 рет террашартты өлтіресіңдер. Ол террашартты өлтіргеннен кейін сендерде перезарядка кетеді, и сендер бара бересіңдер. Если сендердің командаларында бір адамда перезарядка сондай КД болып қалса, сендер онда значит бара алмайсыңдар ол адаммен. Сендер ол адамды корабльдан лақтырып жібересіңдер, пошел деп. Содан кейін өздерің тағы да бір адам іздеп 5 адам болып кете бересіңдер. А если сендер қорықпаңдар, қастарыңа тағы да бір осындай КД-сы бар адамдар кіріп кетеді, анау деп. Если сендердің командаларында 5 адамда КД болмаса, онда шыға береді сендерге Leviathan. Дальше солай барасыңдар. Содан кейін сендер 5-ші уровеньге барасыңдар, осындай до конца барасыңдар. Одан кейін қараңғы түнек шығады. Сол қараңғы түнектің ішінен сендер Leviathanды табасыңдар. Ол өзі шығады, остров Frozen Island, анау ледяной, замороженный остров шығады. Сол замороженный островқа барған кезде сендер сөйлесесіңдер да, Leviathanды шақырып аласыңдар. Leviathan шыққан кезде сендер оған жабыласыңдар. Сендерге ең мықты фруктар, ол керек фруктар, ол Будда керек. Тане магма керек. В общем, дракон болса дракон. В общем, сендер таяқ жаққа қалмайды, мықты. Білесіңдер ғой, негізі білесіңдер деп ойлаймын, фармға қандай фруктар керек екенін. Сондай фруктармен сендер Leviathanды өлтіресіңдер, и сендер солай жүрегін аласыңдар. Ол жүрегін алғаннан кейін сендерде корабльда бір адам отыру керек. Ол корабльда бір адам отпаса, анау Beast Hunter'ның басында 3 бұрыш, в общем, қадап алып жүрегін алатын бір нәрсе бар. Сендер оны сол жүректі сөйтіп қадап алмасаңдар, онда сендер просрать етіп аласыңдар. Как всегда, енді каждый раз барған сайын бір косячник болады арасында. Сөйтіп корабль тастап кетеді, Leviathanды өлтіру үшін кетіп қалады барлығы. Содан кейін корабльді сендер таппай қаласыңдар, оны Leviathan сындырып тастайды, или өздерің жоғалтып аласыңдар. Сосын жоғалтып алғаннан кейін ол Leviathanның жүрегі негізі 1 минут тұрады. 1 минут тұрғаннан кейін ол жоқ болып кетеді. Содан кейін сендер өздерің әрең деп тапқан, тафига уақыттарын құртып, әрең тапқан Leviathanның жүрегін просрать етіп аласыңдар. Оны просрать етіп алғаннан кейін енді ой, обидно болды. Ал енді сендер осылай Leviathanның жүрегін алғаннан кейін, онда сендерде ең главный нәрсе орындалады. Ол Leviathanның жүрегі ең қиыны олардың ішіндегі. Сосын сендер осы жерге қарай барасыңдар. Leviathanның жүрегін алғаннан кейін осы тесікке кіресіңдер. Осы жерде Шафи деген босс болады. Осы тесік көріп тұрсыңдар, осы труба. Осы жерге кіргенде Шафи деген бізде NPC болады. Бұл Шафи танитын болсаңдар, танисыңдар. Ол Шафи осы стиль боялардың көбісін, осы блок сураттағы обновлениялардың көбісіне көмектескен.
осы барлық модельдерди осы Sanguine артты бир өзү иштеп чыккан. Сосын мечиттердин Awaking деп реворктардын көп эффекттердин баарын осы Шафи деген разработчик istеген. Сонун курметине осы стиль боянды согон сетип койгон. Эси таанымасаңдар тааныйсыңдар енді. Ал енді іштерінде біреулер отқан шығар, если бізде BizHunter деген корабль болмаса біз қалай барамыз, чоза хуйня деп отқандар бар шығар. Ал енді солар үшін мен осы екі видеоны бірге қосып, шарганчордта қалай алатын, сосын осы корабль BizHunter'ды қалай алатын, сосын ой аксессуар соларын барлығын қалай алатын осы видеода айтатын боламын. Ал кеттік. Ал мен сендерге қалай шарганчорду алууду үйрөтөтүн боламын. Сендер бірінші осы жерге келесіңдер, ступенькамен, лестницамен төбеге шығасыңдар. Солай сендер осы Шархантер деген NPC-мен сөйлесесіңдер. Сендер одан осындай аксессуар скрафт етсеңдер болады. Осындай екі аксессуар бар бұда. Сендер морской ушум шарк анамаларды өлтірсеңдер, түсетін заттардан осылай скрафт жасай аласыңдар. Крафт ете аласыңдар. Оның барлықтарын білет деп ойлаймын. Ал үшіншісі бізде магнит, монстр магнит. Осы монстр магнитті сендер крафт жасайсыңдар да барып террор шартты өлтіресіңдер. Оны бірінші сендер террор шартты өлтіріп, соның глазасын алып, анау істейсіңдер. Содан кейін осы монстр магнитті крафт жасайсыңдар да террор шартты өлтіресіңдер. Содан кейін сендерге террор шартты шыққан кезінде уведомление шығады. Если уведомление шықса, онда сендердің магниттарын использоваться етіледі. И сендер сол террор шартты өлтірген кезде сендерге осы шарганчор түсетін болады 100%-пен. Содан кейін сендер шарганчорды аласыңдар. Ал енді келесісі BizHunter'ды қалай алуды үйретемін. Ал енді BizHunter'ды қалай алуды үйрететін боламын. Ол да осы жерге жақын. Сендер осы BizHunter деген NPC-мен сөйлесесіңдер. Сендерде ең бірінші Leviathanның коронасы, оны да жасап алсаңдар болады. Ол менде бар. Ол мықты енді. Тез урон береді, анау көмектеседі сендерге. Сосын Leviathanның щиті да бар. Бұл да енді кайф, суда урон алмайды, онша көп бафтар бар. Ал бізде үшінші BizHunter деген корабль. Сендерге 20 чешуя керек Leviathanның. Сендер енді бұның барлығын жасау үшін бірінші Leviathanға баруларың керек. BizHunter алуларың келсе, онда Leviathanға баруларың керек. По-любому бір достарын тауып. Солай барып, осылай скрафт жасап аласыңдар. Мен сендерге барынша көмектестім деп ойлаймын. Қалай табуды, қалай алуды үйреттім деп ойлаймын. Примерно үйреттім енді. Ал енді дальше өздерің істеп аласыңдар. Ал енді видеоның соңына да жеттік. Барлықтарыңа рахмет. Осылай күткендеріңе, осындай видеоларды күтіп лайк басып, барлығын істеп отырсыңдар. Души барлықтарыңа. Енді мен сендерге өзіме реклама жасап қояйын да, соңғы рет. Енді сендер аккаунт алуларың келсе, блокструттағы фрукт алуларың келсе, тағы да басқа нәрселер сатып алуларың келсе, онда менің телеграмыма жазсаңдар болады. Или менің тиктоктағы личкама жазсаңдар болады. Сол жақта мен сендерді күтіп алам, ответ берем барлықтарыңа. Если что, жазасыңдар и сатып аласыңдар. Қорықпаңдар, менде 1500 отзыв бар. Ал давайте.